барлығымыз қаржылық сауаттылығын максималды игеретін болсақ, бізде жақсы қарыздан құтылған жақсы қоғам қалыптасады. Кембридждің соңғы жасалған зерттеуінде қаржы сауаттылығын 3 жастан бастап үйрету керек балаға дейді. Қаржылық білімдеріміздің болуы ол біздің қаржылық сауатты деген толыққан сауатты дегенді білдірмейді. Адамның басына теориялық тұрғыда білгенімен басына таяқ болып тимесе, ол одан сабақ алмайды. Мәселе ол депозит жинауда емес, проблема. Проблема сіз жаңағы балаңызды депозит жинап жүріп, оның қаржылық сауаттылығын дамытпағаныңызда да. Баланы қолына ақша беріп, өзі сатып алуға тырысу керек. Бала сол кезде үйренеді да, жалпы сатып алу деген қалай, жалпы арзандарды іздеп, үнемдеу деген дүниелерді, онда қаржылық шешімдерді балаларға үйретіп отыру керек. Қаржы сауаттылығында негізінен 4 түсінік бар да. Жалпы 4 функция бар. Сол 4 функцияны жақсы атқара білу керек. Балаңызға ренжудің қажеті жоқ. Балаға біз ата-ана ретінде түсіндіруіміз керек.